Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар, құрметті балалар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз бала егер ата-ананы тыңдамай, шектен тыс еркелік көрсетіп жатса, ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы қалай болмақ? Жалпы кейбір ата-аналар бар, баланың шектен тыс еркелігін, оның сөзіне құлақ аспай жатқандығын толықтай сабырлықпен қабылдайды. Яғни баланың істеген іс-әрекетін қалыпты түрде қабылдайды. Шектен тыс еркелік көрсетіп жатқан жағдайда бала мені тыңдамайды, бұныкі жай ғана еркелік деген сияқты пікірлермен сабырлы түрде қабылдайды. 100% ата-ананың сөзіне құлақ асатын, яғни тіл алғыш балаға кімге керек? Болашақта ол балалар кім болады деген сұрақтар туындайды. Яғни ата-ананың тілін алғыш, ата-ананың етпей айтқанын істейтін балалар болашақта заңмен жүретін және біреуге тәуелді, бағынышты болады. Сонымен қатар салықты уақытынан асырмай, уақытында төлейтін балалар болады. Оларды сырттай алып қараған кезде жақсы күйеу немесе жақсы әйел болып көрінеді. Сонымен қатар өздерінің ішіндегі жалғыздығымен бірге жүреді. Немесе қарттығы жеткен ата-аналарына өздерін қарыздар ретінде санайтын болады. Жалпы басқару негізіне кішкене шолу жасасақ, жапондардың басқарудағы жасаған теориясы негізінде адамдарды екі түрге болады. Олар X адамдар, Y адамдар. X адамдар коллективте тез үйреніп кетеді. Яғни жаңадан жұмысқа орналасып жатқан адам болсаңыз, коллективке тез үйреніп кетсеңіз, онда сіз X адамдарға жатасыз. Яғни сізді басқару оңай болады. Оларға тапсырма беріп, оның орындалу барысын бақылап отырсаңыз, ол адамды басқару өте оңай болады. Яғни сіз жас кезіңізде, яғни бала кезіңізде өте тіл алғыш бала болғаныңыздың белгісі бұл. Y адамдармен салыстырғанда X адамдар өздеріне міндет қоя алады. Және ешбір қысымсыз ол тапсырманы өз міндетін дұрыс орындай алады. Ұйымдастыру жағы жақсы болады. Өздерін ғана емес, басқаларды да басқару оларға оңай. Сырттан бақылау, сырттан қысым, шамадан тыс болып кеткен кезде адамдардың жүйесіндегі тепе-теңдік бұзылып кетеді. Және олардың алға қойған мақсаттары мен жұмыс өнімділігі азаяды, мақсаттарына жете алмай жатады. Яғни алдына қойған мақсаттарына кедергілер туындап жатады. Осы жерде айтатын бір қорытынды бар. Балаңызды ұрсып, оны қайта жөндеуге тырыспай-ақ қойыңыз. Яғни физикалық күш, яғни физикалық қысым жасалса, адам түгілі мал да мәжбүрлі түрде мойынсұнады. Сондықтан баланың болашағында өзінің пікірі болуы маңызды және оның кез келген нәрседе құқылы екенін айтыңыз. Егер сіздің балаңыз мінез құлқымен, болмаса іс-әрекетімен, жай сөздермен жоқ деген сөзді айта алатын болса, өзінің баланың өміріндегі өзіне сәйкес келмейтін жағдайларда ол басқаларға да жоқ деп айта алатын болады. Мысалға, сіз балаңыздың тауық ұл болғанын немесе кеңселік планктон болғанын қаламайсыз ғой. Сол үшін балалардың болашақта өзінің қиындықтарына қарай жауап беру керектігін үйрету керек. Яғни алдындағы айтып кеткендерімдей баланың өзіне, тек қана өзіне жауапкершілікті артып үйрету керек. Мен сіздерге білімнен, тәртіптен, орынды талаптардан бас тартуға шақырмаймын. Керісінше үлкен икемділікке шақырамын. Яғни сіздің мақсатыңыз оны тіл алғыш қойға айналдыру емес, оны аяғынан тұрып кетуіне барынша көмектесу. Яғни оның алға қойған мақсатына дұрыс жол көрсету.
Мен тағы да қайталаймын, бала сіздің емес, бала сіздің мақсаттарыңызды емес, өзінің мақсаттарын орындауы қажет. Егер сіз балаңыз бақытты болсын десеңіз, оның өмірін өз қалауынша құруға, саналы түрде таңдау жасауға мүмкіншілік беріңіз. Яғни, ол үшін өзі жауапты болуға, яғни өзінің құқы бар екенін айтып түсіндіресіз. Әйтпесе ол бала бақытсыз невротиктің күйіне түсіп, қиын тағдырмен бетпе-бет келіп жатады, өмірде көптеген соққалып жатады. Сырттай бақытты көрінгенмен, оның ішінде бір но тұрады, ішкі жан дүниесі тыныштық таппай тұратын болады. Соңында айтарым, сіз өмір бойы нәрестеңізді қамқорлық жасай алмайсыз, өмір бойы сіз оған басшылық жасай алмайсыз. Бала деген тез өседі, өте тез өседі, көзді ашып жұмғанша өседі. Қазірдің өзінде қартайғандықтан сіз өзіңізді қорлай алмайсыз, және сіз балаңызға мәжбүрлі түрде өзіңізге қамқорлық жаса деп айта алмайсыз. Сондықтан балаларыңыз өзінің іс-әрекетіне қарай не істеу керектігін таңдауда және жауапкершілікте, еркіндікке ие болады. Егер осы айтылған жайттарды ересек болып кеткен кезде алып жатса, оны өзінің сол өмірінде қолдану ересек адамға қиынға соғады. Және ол бала атана басқаратын, болмаса достарына, болмаса бастықтарына тәуелді болады. Сонымен қатар сектаға кіріп кетуі де мүмкін болады. Сол кезде сіз оны мүлдем басқара алмайсыз, сізге бағынышты емес екендігін түсінетін болады.